Қымбатты оқушы, біздің келесі сабағымыздың тақырыбы Абайдың аудармалары туралы болмақ. Сабағымыздың мақсаты тестте үнемі келіп отыратын аудармалар және оның кімнен аударылғандығы туралы мәліметтер беру. Абай орыстың ұлы ақындары Александр Сергеевич Пушкиннен, Михаил Юрьевич Лермонтовтан өлеңдерін аударған екен. Және оған қоса Крыловтың мысалдарын аударған. Мінекей, Пушкиннен ол бас-аяғы Евгений Онегин романынан үзінді ретінде бас-аяғы 8 өлеңін аударған. Бұл Онегиннің сипаты, Онегиннің Татьянаға жазған хаты, Татьянаның жауабы, Онегиннің жауабы сияқты өлеңдері екен. Міне Татьянасын, орыстың Татьянасын тұңғыш рет қазақтың сахарасына жетелеп келіп, өзі ән шығарып, айналасындағы әншілерге айтқызып, тұңғыш рет аударма жасатқан ұлы ақын Абай еді. Амал жоқ қайттым білдірмей, япырмау қайықтып айтамын, қоймады дертің күйдірмей, не салсаң да тартамын. Шеш көңілімнің жұмбағын, әлде бәрі алтаныс, жас жүрек жайып саусағын, талпынған шығар айғалыс деп, кереметтей Татьянаның нәзік сезімін білдіретін өлеңдерді ұлы Абай осылайша аударған екен. Бұған қоса ең көп аударған кім, қай ақыннан деген сұрақтар келіп отырады. Абайдың ең көп аударған ақыны Лермонтов. Лермонтовтан ол бас-аяғы 27 өлең аударған. Қанша өлең аударған дегенде сұрақ келеді. Ол өлеңдері мыналар: Бородино, Дұға, Альбомға, Жалғыз жалау, Асау терек, Жартас, тағы басқа өлеңдері екен. Мысалы, Асау терек өлеңінде Каспийге құйылып келетін Кавказдың Асау өзеніне жан бітіре суреттейді. Яғни бар сый-сияпатын әкелсе де, оны қабылдамай, кәрі шалдың кейпіне енген Каспийге жас қазақтың, орыстың сұлуын әкелген Асау жігіттің рөліндегі терек өзенінің сипатын кереметтей аударады. Сол кезде: ал қайтейін, Азырқандың білемін ақсақал шал, мынау орыс қазақ сұлуын өзіме қалдырып ем, қайтейін дағы өзіңе ал деген кезде, кәрі Каспий қара көк көзін ашты, жылы жүзбен терекке амандасты, жыбыр қағып мұрттары сылқ-сылқ күліп, қатындалды, қытықсыз араласты деп кереметтей аударма беріп, кейіптеудің тамаша сипатын жасаған екен. Міне осы өлеңдерді ол Лермонтовтан аударған. Бұған қоса Абай Крыловтың шегіртке мен құмырсқа, есек пен бұлбұл сияқты мысалдарында аударған екен. Және Гете, яғни қараңғы түнде тау қалғып, Гете немістің ақыны, одан Лермонтов аударса, Лермонтовтан Абай қазақшаға аударған екен. Жалпы сабағымызды қорыта келе айтарымыз, Абайдың аудармалары да қазақ әдебиетіне, қазақ поэзиясына қосқан соны жаңалық, тың ізденіс, аударманың тамаша үлгілері болып табылады екен.